Біз кішкентай кезімізде де өмір туралы түсінікті үлкендерден аламыз. Егер сізге аса бақытты болмаған, жексұрын немесе өздерін кінәлі сезінген адамдармен өмір сүруге тура келген болса, онда сіз қоршаған орта мен өзіңізді керісінше қабылдауды үйренгенсіз. Мен ешқашан ештеңені дұрыс жасамаймын. Бұл менің кінәм. Егер мен ашулансам, онда менің жаман адам болғаным. Міне, сіздің кейбір ойларыңыз. Өмірді түңілулерден тұратын осындай ойлар құрайды. Біз өскен кезде балалық шақтағы көңіл-күй ортасын жаңғырту бейімділігі болады. Бұл жаман да емес, жақсы да емес, дұрыс та емес. Біз тек үйдегідей сөзінің нені білдіретінін білеміз. Біздер жеке қарым-қатынасымызда әкемізбен немесе шешемізбен қалыптасқан қарым-қатынастарды жаңғыртамыз. Сіздің әкеңізді немесе шешеңізді дәл еске түсірерліктей нақсүйріңіз немесе бастығыңыз болғаны туралы ойлаңыз. Бізге ата-анамыз қалай қарым-қатынас жасаса, біз өзімізге солай қарым-қатынас жасаймыз. Бізді ата-анамыз қалай сөгіп, қалай жазаласа, біз өзімізді солай сөгіп, солай жазалаймыз. Олардың осындай жағдайда қолданған сөздерін біздер естиміз де. Егер бізді сәби кезімізде сүйсе, есейген кезде бізде өзімізді дәл солай сүйеміз. Сен ешқашан ештеңені дұрыс жасай алмайсың. Сен кінәлісің. Сіз өзіңізге осылай қаншалықты жиі айтасыз. Сен кереметсің. Мен сені сүйем. Ал осындай сөздерді сіз өзіңізге қаншалықты жиі айтасыз. Мен бұл үшін ата-анамды сөкпеймін. Біз бәріміз құрбандықтың құрбандығымыз, және біздің ата-аналарымыз да өздері білмеген нәрсеге бізді үйрете алмады. Егер анаңыз өзін қалай жақсы көруді білмесе, немесе әкеңіз өзін қалай жақсы көруді білмесе, онда сіз өзіңізді қалай жақсы көру керегенін үйрене алмауыңыз мүмкін нәрсе. Егер ата-анаңызды өте жақсы түсінгіңіз келсе, олардың балалық шағы туралы сұраңыз. Егер жан жүйеңізбен беріліп тыңдасаңыз, олардың қорқынышы мен өмірге деген қатынасының негізін түсінесіз. Сізге қиналу әкелген адамдардың өздері де қазіргі сіз сияқты қорқынышта болған. Біз ата-ананы өзіміз таңдаймыз дегенге мен сенемін. Осы планетада, осы немесе басқа уақытта, осы немесе басқа жерде қайта туу оған керек пе? Әрбір адам өзі шеше алады. Өмірден сабақ алу үшін өз кезегінде эволюциялық жолдағы біздің одан әрі рухани дамуымызды қамтамасыз ету үшін біз осы жерде тууды жөн көрдік. Сосын, есейе келе, біз әдетте оларға саусағымызды шошайтып, сендер кінәлісіңдер деп қыңқылдаймыз. Шындығында біз оларды өзіміз таңдадық, себебі біздің осы өмірде еңсермек болған тілегімізге олар сай келді. Біз өз танымымызды балалық шақта қалыптастырамыз, ал сосын өмірде біздің танымымызға сай келген жағдайларды туындата отырып қимылдаймыз. Өткен өмір жолыңызға бұрылып қараңыз, сонда сіз сол бір ғана жағдайды қайта-қайта туындатып отырғаныңызды көресіз. Сіз неге сенсеңіз, соны туындатып отырсыз, өйткені сол сеніміңіз сіз сеніп отырған нәрсені бейнелейді. Мен бұған сенімдімін. Бұл жағдайда сіз бұл проблеманың қатысын, оның мөлшері, немесе ондағы қауіпті қанша уақыт сезінетініңіз соншалықты маңызды емес. Күш бастауын әрқашан қазіргі кезден алады. Осы кезге дейін өміріңізде болған оқиғалардың бәрі де өткен тәжірибелерге негізделген сіздің танымдарыңыздан туындаған. Ең маңыздысы, қазір сіздің нені ойлап, неге сенуді өзіңіздің таңдауыңыз. Бұл ойлар мен сөздердің сіздің болашағыңызды жасайтындығын әрқашан есіңізден шығармаңыз. Сіздің күшіңіз осы қазіргі сәт. Сізге ұнасам тіркеліп алып кітаптың жалғасын каналдан іздеңіз, ссылка мен топтарда бөлісіп қойыңыз.